Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дәмі өте керемет болып шығатын асқабақпен самса жасайтын боламыз. Ең алдымен бір пиязды осылайша жіңішке етіп турап аламыз. Содан соң асқабақты жақсылап тазалап, сыртын ашып, оны үккіштен өткіземіз. Қалауыңызша тартылған ет қоссаңыз болады, дәмі одан сайын дәмдірек болып шығады. Немесе картоп қоссаңыз болады. Татымына қарай тұз, бұрыш себуді ұмытпаңыз. Дайын қатпарлы қамырымызды жібітіп аламыз. Содан соң осылай видеодағыдай етіп, жақсылап орап, содан соң бөліктерге бөліп шығамыз. Кішкене ұн себе отыра қамырларымызды жұқа етіп жайып аламыз. Содан соң қамырымызға начинкамызды салып, видеодағыдай етіп жақсылап, нығыздап түйеміз. Самсамыздың бетіне қызарып пісуі үшін осылайша бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Қалауыңызша кунжут дәнін қоссаңыз болады, сонда түрі виді әдемі болады. Және де мен тмин дәнін де қостым. Осылайша қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Дәрумендерге толы асқабақпен осылайша самсамыз дайын болады. Астарыңыз дәмі болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.